Hello everyone. Бүгін ағылшын тілін үйрену үшін сабағы отбасы, family, не отбасы туралы айтатын боламыз. Бірінші менде үлкен немесе кішкентай отбасы бар деп айту үшін I have a large немесе I have a small family деп айтамыз. Көп адам болса large, аз адам тұрса small деп айтуға болады. My family is деп айтса да болады. Менің отбасым, сосын барып көп немесе аз деген сияқты немесе үлкен кіші деп айтса болады. Енді отбасымда мысалға 8 адам бар. There are 8 members in my family. Зырамен берген дұрысырақ осы жерде. Немесе көбінесе адамдар people деп жатады. Persons деп те айтып жатады, Members'тың орнына member именно мүше. 8 мүше бар. Мен отбасымда деп айтсақ, members деп негізі ағылшындар солай айтады. Енді оларға тоқталсақ, they are grandparents. Бұл ата әже екеуі қосылған кезде grandparents. Егер екеуінің біреуі болса, grandpa, grandma немесе grandfather, grandmother деп жазсаңдар болады. Parents, олар ата-ана, father and mother. Немесе қазір dad, mom, mommy деп те оқытылып жүр. Siblings, бұлар бауырлар. Бауырлар деп айтсаңдар болады, немесе ашып көрсетсе болады. Brother, sister. Егер үлкен аға болса, elder brother. Егер қарындас немесе сіңілісі болса, little sister. Яғни brother мен sister'ның алдына elder немесе little деген сөзді қоссақ, үлкен кішісін ажырата аламыз. Children, жалпы балалар десек, немесе baby, өзіңнен кішкентай бөпе болса, солай айтуға болады. Енді тоқталсақ, my father's name is. Менің әкемнің аты. Аты кетеді мына жерге. He is 50. Ол 50 жаста. He is a worker. Ол жұмысшы. My mother's name is. Менің мамамның аты. She is 45. Ол 45 жаста. She is a housewife. Ол үй жұмысындағы әйел мысалға. Солай әрқайсысына бөлек-бөлек тоқталып айтып өтеміз аттарын. Енді кейбіреулері мына жерде именно мен sister-in-law дегенді алдым. Өйткені жеңгесімен тұруы мүмкін. Жеңгелер болады, яғни саған кейінірек туыс болған адамдарға біз in-law дегенді қосады екенбіз ағылшынша. Ол сенің әпкең сияқты, бірақ ол ана ағаңмен заңдастырылып үйленгеннен кейін барып саған туысқан болды. Сондықтан in-law деген, яғни заңмен, заң жүзінде сен туысқаның деген мағынада. I have a sister-in-law, яғни бізде менің жеңгем бар. Және біздің мысалға тәтеміз тұрмысқа шығып, оның балалары бізге жиен болса, ол кезде niece қызға, nephew ұлға, мысалға жиендер болуы мүмкін үйде, бірге тұруы мүмкін, мысалы ажырасып келген тәтелердің балалары болуы мүмкін деген сияқты. Үйде бірге тұрса егер. Сол кезде niece, nephew деп айтамыз. Енді немен қорытындыласақ болады? My family is my castle. Яғни менің отбасым, менің қорғаным. I love them so much. Мен олар солай жақсы көремін, сондай жақсы көремін, Яғни бізде мысалға my family деген эссе жаз десе, осылай қарап жазуға болады. Okay, thank you. Бүгінге қысқаша отбасы туралы осы. Келесіде сөйлем құрастыру туралы айтатын боламыз. Және видеолар жиі шығарып тұруға тырысамын. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Каналыма жазылуды New English каналына. Okay, goodbye. Good luck to you. Мен New English каналыма тіркелуге шақырамын. New English каналында жалпы біз сабақтарды енді түсіріп бастап салып жатырмын. Одан бөлек бізде жиынтық, ТЖБ, БЖБ, яғни 5-9 сынып аралығында салынған тапсырмалар түсіндірілген. Және одан бөлекте ағылшын тілінде фигуралар,
жалпы шақ, 12 шақты оңай түсіндіру жолдары деген сияқты, яғни пайдалы ақпараттар таба аласыңдар. Көбінесе мен мектеп оқушыларына арналған видеолар түсіріп жатырмын. Алдағы уақытта кішкентай балалардан бастап үлкендерге дейін сөйлету методикасын салмақшымын, сондықтан сабақтарым үзбей қарап жүруге шақырамын.